Біз бүгін рубрикамыз арқалы әдеттегідей технология әлеміндегі соңғы жаңалықтарменен таныстырып барамыз. Бахардың келуіменен үй алды қитақ жерлеріне егін егу, һәм оларды тәрбиялау іслерінің алып барылуы табиғи. Технология әлемінде және бір жаңалық. Үй алды қитақ жерлеріне егін егуші робот іслеп шығарылды. Экранларыңызда көріп отырған бұл құрылма атыс жұмысларына жәрдемлесуге бейімлескен. Яғни ол егілерді егіп суғарады. Олар өскенден кейін болса, егілердің тәрбиясы менен шұғыланады. Ал жабайы шөплер өсіп кеткен жағдайда оларды отайды. Сондай-ақ бұл робот топырақты да босатады. Аталған құрылма мобиль телефон арқылы басқарылады. Пайдаланушы қайсы егінді егіп атырғалығы хақындағы мағлұматларды оның базасына кіргізіп барады. Құрылманың және бір қолайлығы оның бағдарламасының ашықлығында. Яғни, пайдаланушы егер диқан болса, қалеген егіннің тәрбиясы хақындағы мағлұматларды кіргізіп, құрылма тарапынан басқару имканиятына да ие болады. Диқан фермерлер үшін және бір жаңа технология түріменен танысың. Киберфермер деп аталған робот түрі іслеп шығарылды. Бұл құрылма үлкен көлемдегі атызларға егін егу, һәм оны тәрбиялау жұмысларымен шұғыланады. Атап өтсек, егілген егіннің топырағын босатады, жабайы от шөп өскен жерлерді отайды. Қытайлы компаниялардың бірі тарапынан сымсыз һәм сиясыз жұмыс істейтін қалта принтері іслеп шығарылды. Бұл кішкене принтер тикарынан смартфондағы фото суретлерді тез басып шығару мүмкіншілігіне ие. Бұл принтерге аккумулятор орнатылған болып, ол смартфонның Bluetooth арқылы сымсыз байланысады һәм пайдаланушының суретлерін сол уақытта шығарып береді. Принтердің және бір өзгешелігі сонда, ол зинк технологиясы менен жұмыс істейді, яғни көріністерді сиясыз баспаға шығарады. Принтердің ұзынлығы 12 см, ал салмағы болса 195 грамм. Автотранспортларда пиядаларды анықтау системасы әмелиятта қолданыла бастады. Қазіргі уақытта автомобиль іслеп шығарушы компаниялар жолдағы бақытсыз хадиселердің алдын алу мақсатында автомобильдерге пиядаларды анықтау системасын орнатпақта. Бұның вазифасы автомобиль айдап бара тұрған уақытта күтілмегенде жолдан адам шығып қалса, система тарапынан автомат түрде автотранспорт тормозланады. Қазір Американың жол қауіпсіздігін қамсыздандыру институты зерттеушілері бұл системаның қаншелі пайдалы екенлігін анықтау мақсатында көптеген сынақтарды өткермекте. Пиядаларды анықтау системасы орнатылған автотранспортларда автопилот функциясы бар болып, жолдағы пиядаларды үздіксіз бақылайды. Ол үшін құрылмаға арнаулы камералар орнатылған. Егерде автотранспорт харекетінде тосаттан оның алдынан пияда өтіп қалса, система тормозы адам басқаруына қарағанда тез іске түсіп, жол транспорт хадисесінің алды алынады. Дегенменен сынақтан өткерушілердің айтуынша, автотранспорт басқарушысы бұл автомат тормоз системасына толығыменен істеніп қалмаған мақұл. Технология әлемінде және бір жаңа ұшушы такси автотранспорт түрі сынақтан өткерілмекте. Сырт елі компаниялардың бірі тарапынан Ваханна деп аталған ұшушы келешек автокөлігі іслеп шығарылды. Соң жақында ғана бұл құрылма сынаудан өткерілді. Жаңа ұшушы автотранспортты сынау барысы 5 сағат давам етті. Бұнда жаңа құрылма 54 метр биіктікте аңсат көтерілген. Алдағы уақытта осы түрдегі құрылмалар әмелиятқа енгізіліп, ең жақсы транспорт түріне айланылуы күтілмекте. Өлкемізге кіріп келген бақар өзінің бар көздалығы менен инсанлар кеуіліне өзгеше қуаныш һәм зауық бағышлайды. Ал жаңа технологияларды ойлап табушыларды болса, олардың дөретушілігі үшін және де илхамландыруы сөзсіз. Бүгінгі жаңалықтарымыз осылардан ібарат, бізден жаңалық күтің.